Күмән болған жоқ, қорқыныш болды менде. Болмай қалады. Мен ойладым ба, қымызға үлкен кісілер ғана келеді, қымызды ішіп алып кетіп қала шығардық. Біз ойлаған жоқпыз ондай болатын. Біз ана оятып жүрген сияқты болдық та халықты. Ана код бар ба, біздің кодымызда тұр жатыр ғой, қымыз, ет. Адам қымыз ішкеннен кейін рухы оянады. Одан кейін құлағы қазақша ән естіп, жылқыны көргенде, аттың үстінде жүргендей болады адам. Рух оянып кетеді да. Халық өзі де байқамайды оны. Рухтанып жүреді да, ана эмоциональный тон дейді ғой. Сол көтеріледі да. Осы жерде жақсы әңгіме, ақыл, жаңа тәрбие болатын нәрселерді көрсетсе, осындай формасын тауып алдық деп ойлаймын. Мен қайдан өзіңді өлгенін жердің бетінен таба аламын, көгіңнен жасалған көрпеңді сағынғаным. Мен жаңа барлығының дәмін татып шықтым. Өзіме ұнағаны Ақтоғай жақтан келген қымыз, және көбінде ұнаған Семей жақтан келді деді. Екі қымыз өте қатты ұнады. Маған ұнаған әзірге теректінің қымызы өте керемет болды. Я еще вот пришел только с самого начала, вот попробовал вот порядка 5-8, но вообще очень впечатляет. Я очень люблю кумыс, и на самом деле вот это мероприятие подчеркивает, насколько может быть разный кумыс. У каждого он свой. Бұл қымыз тіл үйретін балғымыз қазақтың рухын көтереді. Сол үшін керек деп ойлаймын. Иммунитетті көтереді, өкпені, тыныс жолдарын ашады деген сияқты, жүрек қан тамырларын қалпына келтіреді деген сияқты. Бірақ ана жаңағы Кока-кола, әлгі жасанды дизель нелерді напиттар ішкенше, осы қымызды ішуді ұсынамын. Қазаққа ең қажетті нәрселер. Осы қымызға түрткі болған именно қымызға. Біз Мюнхенде Октоберфестке барған кезде, ол жерде біз ойладық қой, сыра ішіп алып, жай жүретін шығардық. Бірақ сөйлестік та жігіттермен. Сосын айттық, бізде қымыз бар емес па деп күлдік та өзімізді. Келіп жаңағындай социальный сетке опрос жасадық. Кімнің қымызы жақсы деп жіберіп ек, талас болып кетті да, біздің қымыз жақсы, ананікі жақсы, бәрінікі деп. Осы жағынан бізге уже идеяны берді, әрі қарай біз алып кеттік. Бірақ біз мына жерде адамның 5 сезім мүшесі бар ғой, есту, дәм көру, ұстап көру, көзбен көру, құлақ. Сол сезім мүшелерін бәрін бір жерге жинаймыз да, адамға сыйлаймыз да, халыққа. Идея осы, философиясы. Сол кезде адам бақытты болады. Бақытты болғанда 1-2 ай даже кредитін ұмытып кетеді. Дауыс беріп кетіңіздер. Ұнады ғой, сатып алып жатсыздар. Ана жерде қыздарға барып бланка толтырып, қарқаралы ақтерек қымызы деп белгілейсіздер. Бұл кісілер хан қымыз, сұлтан қымыз, сосын өзіміздің қарқаралы ақтерек қымызын алып тұр. Ас болсын аға. Өзіміз осы кәсіппен айналысқалы 15-ші жыл. Тұрмысқа шыққалы осы кәсіпті бастадық. Бір биеден басталған кәсібіміз қазір 30 биеге жетті. Бізде 5 баламыз бар, бәрі араласады. 2 балам бие сауысса, бір қызым күбі жуысады, бір қызым күбі ыстасады, қымыз құйысады деген сияқты осы мен бүкіл отбасымның еңбегі жатыр. Мысал үшін сізден жасыратын жоқ, балаңызға майлы қазы берсеңіз майлы жемейді ғой. Ал сіз мынау қазының бетіне шыққан ашығанда өзі бетіне шығады да, қазы, жаңағы қазы салып ашқаннан кейін. Сонда балаңыз шығып қояды оны. Витаминді сіз қымызбен беріп жүресіз ғой. Бүгінгі күнге біз балаларға арналған құлыншақ қоржын жасап алып келдік. Ол балаларға арналған. Ішінде құрты бар, қымызы бар. Сосын мынадай даланың шөбі киіп отын қостық әдейі. Қаланың балалары даланың иісін сезінсін деп. Бүгін мынау Қарқаралының төріне келіп жатқан, арқаның баурайына келіп жатқан азаматтардың ешқайсысы да асқазанын ас толтырам деп келген жоқ. Керісінше өзінің рухани көкжиегін кеңейтем деп, өзінің ұлттық кодын, әуелгі бабалардан қалған терең тарихи тамырын табам деп келді деп айтсам болады. Өйткені байғымыз фестивалі
гастрофестивалі бұл үлкен біздің ұлттық құндылықты қорғауға һәм сақтауға арналған шара деп білем. Және бұның киелі арқа төрінде, Қарағанды өңірінде, Қарағанды облысында ұйымдастырылып жатқанының да үлкен символикалық мәні бар. Өйткені осы қымыздың әуелгі белгі тарихы туралы, оның жаңа замандағы иесі туралы үлкен күрес жүргізгенде мен оның куәсі болғам. Сонау қателеспесем 2014 жылы Алматыға Ганс Цольман деген неміс келді. Ганс Цольман келді, мен ол кезде журналист ретінде түсірілім жасап жүрмін. Қымыз немістікі деді. Қолында сертификаты бар. Ол қымызды да шығарады, ұнтақ түрінде шығарады, әйел азаматтарға қымыздан опа-далап та жасайды, және балаларға смесь жасап шығарады екен. Өкінішке орай дәл сол кезде менің көзім жеткені, біз жылқыны сауамыз, көбеге пісіреміз, қымыз қып ішеміз, бітті. Тек ас ауқаттың өкінішке орай деңгейінен аспай қалған екен деген көп сол жердегі сарапшыларда бізде де бір үлкен іште өкініш болды. Өйткені қымыз дегеннің қазақтың ас екенін бәріміз білеміз. Жылқыны алғаш қолға үйреткен Ботай тұрағына сүйенсек қазақ екенін білеміз, сондықтан бұған талас жоқ. Бірақ тарихыңды түгендеймін десең, бүгінгі жаһанданған дәуірге бейімдей түсу керек екенің маңыздылығын бәріміз көрдік. Мен бағана сөзімде де айттым, бұйырса осы байғымыздан басталған үлкен фестиваль мінекей 35 түрлі қымыздың түрі келді. Бұйырса бұл осы қымызды басқа да өнімдерге айналдыратын жылқының ерекше қуаты бар үстін басқа да заманауи адамдарға, адамзатқа қажетті өнімге айналдыратын бір бастама болады ғой деген үміттемін. Бұл қымызды 2008-ден шығарамыз. Өйткені басқа жерде қымыз көп болмаған. Орталықта ең қымызы көп Жаңарқа болғаннан кейін сол жақтан бастадық. Жылқыларымызбен өзіміз сол Жаңарқан дәстүрімен той болғанда көп ұстап, соның дәстүрімен шығарамыз. Өйткені көп дәмін келтіреді, қымыздың ұзақ сақталуына жақсы әсер етеді, зиянды бактерияларды жояды. Мен көзімді ашқаннан көргелі, анау әке шешем, атам, әжем содан бастап, білмеймін, мен Саржал туғалы сол қымызбен айналысады ғой деймін. Біздің ауылда бір 500 үй болса, соның 350-400 үй осы қымызбен айналысады. Біз негізінде былтырғы Астанада өткен байғымыз гастрофестивалінің чемпионымыз. Біз сол 20 миллионды алып үйде жатпайық деп, осы Қарқаралыны өңірін көрейік деп келдік. Біз Қарқаралыға, әлгі қазақта сөз бар ғой, атың барда желіп жүріп жер таны, асың барда беріп жүріп ел таны деген. Сондықтан біз қазір деген уақытымыз, біз командада, былтырғы командада ең үлкені болғандықтан, біздің балалар міне Құнанбай атаның мешітін әкелдік біз. Біздің Құнанбай атамыз жасап берген ғой 19 ғасырда осы жерге, Қарқаралыға. Сонымыз макетін жасап әкелдік. Мы производим кумыс уже с 2001 года, как отец Рамазан начал. И вот по сей день мы его производим, делаем душой. Байкумыс 2025 мы были участниками. Всем участникам этого гастрофестиваля желаем удачи. Специально приехали на Байкумыс. Я видел анонс за месяц до события, поэтому построил свои планы специально, чтобы здесь быть. Қазір өзім Қарағандыдан келіп отырмын. Сол дауыс беру үшін келіп отырмын. Мен Қарқаралы ауданы Томар ауылы бабалар дәстүріне дауыс беремін. Қымыздың біреуі нашар, біреуі жақсы деп айтуға болмайды. Әрқайсысының өзіндік дәмі бар. Неше түрлі қымыз болса, қанша өндіруші болса, соғұрлым оның ауқымы ұлғаяды. Тәрбиенің бастауы ұлттың бүтін болмысында жатыр. Кез келген нәрсе бізде әлеуметтік тепе-теңдікті қалыптастыру, ата мен баланың арасындағы қарым-қатынас, ене мен келіннің арасындағы қарым-қатынас, ел мен жұрт, ағайын туғанның арасындағы қарым-қатынас, ел мен елдің арасындағы қарым-қатынастың барлығын алыстан іздеудің қажеті жоқ. Өйткені ол халықтың философиясында, халықтың ұлттық дәстүрінде, біздің болмысымызда жатыр. Мына қымызды даярлап отырған кезде де қаншама әндер айтылады, қаншама тәрбиелі сөздер айтылады. Өздеріңізде көріп тұрсыздар ғой, мыңдаған, жүздеген мың адам, қаншама көлік, бұның барлығы өткенін түгендеймін деген тарихқа сусындаған қазақтың үлкен көрсеткіші болып табылады.
арнайы киіз үй тігіп, ата бабамыздың салт дәстүрін, әдет ғұрпын өскелең ұрпаққа, осы үлкен жиынға қатысушыларға насихаттау мақсатында ол жақтағы орналасқан әрбір нәрсе, бұрынғы байырғы ата бабамыз қалай өмір сүрді, дәл соны айна қатесі жеткізуге тырыстық. Барынша Балқаш қаласынан қазақылықтың иісі шығып тұратын болғандықтан барша өңірге соны таныттық. Сонымен қатар бізде ұсталық өнер бар. Ол бізде Балқаш қаласында Менделеев кестесінің жартыдан көп элементі осы Балқаш қаласына табылады. Бірі білсе, бірі біле білмейді. Сондықтан сол ұсталық өнерді жаңғырту, оны өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында бізде Жұмағазы Тұрсынұлы деген кісі бар. Арнайы ұстамен темірді қызған кезде соқ дейді ғой, арнайы қыздырып, отымен, арнайы пышақтар, неше түрлі нәрселер жасап көрсетті. Осылайша Балқаш қаласы арқылы осында келіп, ата бабамыздың дәстүрін жаңғыртуға, насихаттауға тырысып жүрміз. Вы знаете, все, что связано с древней, многовековой культурой казахского народа, традициями богатыми, сегодня имеет большое значение для многонационального народа Казахстана, единого народа Казахстана, скажем, другими словами. Поэтому я с большим удовольствием приехал на этот фестиваль со своими друзьями, коллегами, окунулся в замечательную атмосферу фестиваля, участвовали в дегустации замечательных сортов кумыса с разных регионов. Действительно, это важное событие для культуры, для традиций, для истории Казахстана, потому что фестиваль, он межрегиональный. Сегодня очень большое количество гостей, друзей, туристов. Вы видите, атмосфера какая замечательная, девственная, выдающаяся природа Кархаралы. Это все складывает такое настроение. И я действительно, вот это настроение мы сегодня увезем в наши семьи, купили и взяли хумыс, и все, поделимся с атмосферой, то, что здесь происходило. Я думаю, это очень важное событие. И я думаю, вот этот, он же первый, я думаю, он будет уже традиционный. Біраз жасқа келіп қалдық, совет үкіметінде өстік қой. Бұндай қуанышты жағдай аз болған жоқ қой, аз болды ғой. Мына қазағым аман болсын. Біз мына жаһанданып бара жатқан заманда өзіміздің бет-бейнемізді айқындайтын, біздің қазақтығымызды зерделеп тұратын, айқындап тұратын ұрпақ өсіруіміз керек. Басқа жұрттың барлығының тілін білуге ұмтылсын балдар. Барлығының білім, ілімін көруге, зерделеуге үйренсін. Бірақ түп тамырымыздан ешқашан ажырамау керек. Өзінің түп тамырынан нәр алған бала, меніңше, отаншыл болады, өзінің елін өркендетуге ұмтылады, өзінің туған өлкесін қуаттандыруға, гүлдендіруге тырысады. Тек қана қымыз фестиваль емес, бұл жерде мына аударыспақтың болып жатқаны, бұл жердегі көкпар, бәйге, дәстүрлі садақ ату, барлығы біздің ұлттық ұстанымымызды жаңғыртып жатқан, ұлттық ұстанымымызды көрсетіп жатқан үлкен дүние. Мен ойлаймын, мына ұлттық спорт түрлеріне қатысып жатқан қатысушыларда, байғымыз фестиваліне келіп, өнімін ұсынып жатқан азаматтарда, ұлттық спорттың көрермендері де, байғымыз фестиваліне келіп дәмтап жатқан азаматтардың барлығы да, бұлардың бәрі қызық үшін келгендер емес. Бұның барлығы өткенімді түгендесем, бабамды әрі қарай танып білсем, елімнің өткен тарихын бойыма сіңірсем деген азаматтар, ұлтжанды, рухы мықты азаматтар деп білеміз. Садақ ату ол тек қана біреу емес, сайысу емес, бұл өзіңді өзің жеңу, өзіңнің нәпсімен күресу болып табылады. Сондықтан қазіргі осы садақ атуды ерекше ұнатамын. Успел собачьи бега посмотреть. Прошли по тут на территории располагаются и этнофестивали, там всякие, мастера, вот это все мы посмотрели. Ну и замечательный концерт. Білесіздер ғой, бізде әдемі сөз бар.
көбі суретке түсіп жатса да айтады бүгінгі күн ертеңгі тарих деп. Бір-бірімен пікір алмасу болады. Бұрын жәрмеңке өткен жер ғой, сондықтан қасиеті, киесі осы жерде сақталған. Осы жерде мейлінше көбірек өтіп тұрған дұрыс деп ойлаймын, өте маңызды шаралардың бірі. Табиғаты тұмса ғажап жер. Біз туризмді дамыту керек дейміз, бірақ өкінішке орай Алакөл мен Бурабайдан басқа қазақта дұрыс жер жоқ секілді болып көрінеді. Уәкілетті органдардың сөзіне қарасақ, бірақ та мінекей Қарқаралыға бір келген адам қайтадан міндетті түрде оралатынын өзіміз білеміз. Сондықтан да осындай керемет фестивальмен барша азаматтарды құттықтаймын. Осы жақсы, осы рухани шара әлі де жалғасын таба береді деген мен үміттемін. Каркаралинск, как известно, это жемчужина Казахстана, это и Карагандинской области. Мы слышим, участвуем, видим, как идет в правильном направлении пропаганда развития туризма не только в регионе, но и в целом в Казахстане. Это радует, конечно. Казахстан, он очень богат. Ну и самое главное богатство – это народ Казахстана. Эту землю я очень ценю, уважаю. На этой земле казахской степи есть традиция, есть уважение, есть много-много фольклор, этно возрождается, было и есть, и каждым разом к приезду я для себя открываю все новое и новое, а также приобретаю многих-многих творческих людей, друзей. Поэтому низкий поклон этой земле. Қарқаралыдай қасиетті, Ақтеректей қасиетті, Қасым ауылындай қасиетті жерлер көп қой. Ел жұртым аман болсын. Осы шараны ұйымдастырып отырған облыс басшылығына, ұйымдастырып отырған Байғымыз фестивалінің авторларының бірі Жұмажан Қалтаев мырзаға алғысымыз шексіз. Өйткені бұл ұлттық рухани құндылығымызды тереңдетуге, өскелең ұрпағымызға түп тамырымыздың соншалықты тереңнен жаңағы бастау алатындығын ұғындыру үшін керекті өте қажетті идеологиялық үлкен қуатты күш деп айтам. Іске сәт осында келген бүкіл азаматтардың көңілі көтеріліп қайтсын. Осыны ұйымдастырып жатқан азаматтардың барлығы да ел мен жұртқа сүйікті болып, халықтың алғысын ала берсін деген тілек айтамын. Біз негізі бірінші жасаған кезде бізге ұнады, бәрімізге ұнады, халыққа ұнады. Біздің ойымыз былай болды. Астанада финальный жасаймыз, региондарда сұрыптан өтеді, ең мықтыларын алып келеміз деп. Біз сол идеяға келеміз, сол үшін жұмыс жасап отырмыз. Бірінші Қарағанды облысы өздері бізге шықты. Осыны бізге ұйымдастырып беріңдер, туристік аймақтар, осындай ұлттық құндылықтар туралы бізге мерекелер керек деп. Біз ұсынысты қабыл алдық, қолдады сіздердің әкімдіктеріңіз. Осылай жасалып жатыр. Үлкен соған рахметін айтам. Бұл бүкіл облыстарда өтетін болады осылай. Байғымыз бұл біздің кәдімгі түп тамыр ұлттық дәстүріміз, менің ұғымымда. Байқымыз мен үшін әділдіктің, еңбектің жемісі. Қазақтың ұлттық коды деп ойлаймын. Байқымыз – это новая история. Народ Казахстана. Қымызымызды дәріптеу, ақтамағымызды дәріптеу. Байқымыз мен үшін қазақтың рухын көтеретін ең фестиваль. Қымызымызды өзі қазақ еліне қайтаруымыз керек. Басқа елдер патенттеп алды деген әңгіме емес, өзіміздің қазақтық екенін танытуымыз керек. Тарихтардың тоғысуы деп айтқан дұрыс шығар мүмкін. Байқымыз бұл ұлттың коды. Кен жазира дала